Саламатсыздар ма балалар? Қазір өзін-өз тану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Ақбөкен киелі жануар. Көлбай Адырбекұлының әңгімесімен танысамыз. Сабағымызды 5 ережесінен бастаймыз. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Айтып отырамыз. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау, қасиеттері ешқашан зиян келтірмеу, ешкімді ренжітпеу. Сабағымыздың мақсаты туған өлкенің табиғатын сақтап, қамқорлық жасауға үйрете отырып, қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Үй жұмысын тексеру, табиғат туралы мақал-мәтел жазу, Ақбөкен киелі жануар әңгімесін оқу. Сұрақтар: неліктен ақбөкендер ауылға басып кірді? Табиғаттағы заңдылық неге бұзылды? Өздерің табиғатқа қандай қамқорлық жасап жүрсіңдер? Сұрақтарға аудиозапис арқылы жауап береміз. Сабақтың дәйек сөзі: табиғат тазалығы, адамзат амандығы. Нақыл сөз. Бірге қайталаймыз. Табиғат тазалығы, адамзат амандығы. Сұрақтарға жауап береміз. Табиғатты кім қорғау керек? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Айтып отырамыз. Мұғалім сыйы. Түлкі мен қырғауыл ертегісін балалар бірге көрейік.